Сәлем құрметті тыңдарман, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Бірде әуестің анасы: балапан, біздің үй жақта бір қыз бар, өте пысық қыз екен, Ернұрға алып берсеңдер қайтеді деді. Амандық пен әуес қызды көруге барады. Қыз ерлі зайыптылардың көңілінен шықты. Ернұр тұла бойы тұңғыштары ұлдарының аяқтануына екеуі де ішпей тілеулес еді. Ернұрды ертіп барып қызды көрсетті. Қыз Ернұрдың да көңілінен шыққан сияқты. Ернұр қызбен оң жақты күн сөйлесіп жүріп, үйленуге ұсыныс жасады. Қыз келіседі. Сөйтіп екеуі үйленеді. Амандық пен әуестің қуаныштарында шек жоқ. Тұңғыштары шаңырақ көтереді. Келінді болды, үлкені аяқтанса, қалғандары да ағаларының жолымен жүретіні аян. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба да сонда жүреді деген. Келін Пынар 3 рет босанып, үшеуі де шетінеп кетті. 4-ші немере туғанда шешесінің терезесінен шығарып, ақырын беріп сатып алды. Әбунәсір деп ат қойды. Әбунәсірге 3 ай толғанда бір күні Пынар үшті-күйлі жоқ болды. Қайда баратынын да айтпаған. Бұлардың іздемеген жері жоқ. Бірде әуестің сіңлісі Дәмегүл Алматыға барады. Бір жерде Пынарды көріп қалып, артынан қуып барып жөн сұрайды. Пынар сонда да жөн айтпайды. Оның мекен жайын алады. Соңынан Ернұр барып алып келеді. 6 ай бойы қайда, не істеп жүргенін күйеуінен де жасырады. Ернұр ата-анасынан бөлек шыққалары келетінін айтып рұқсат сұрайды. Талғарға барып жұмыс істеймін дейді. Алдымен Ернұр мен Пынар Талғарға барып пәтер тауып келеді. Сөйтіп бөлек шығады. Амандық пен әуес бір айдай уақыт өткенде қалай тұрып жатқандарын білуге Талғарға баласының үйіне келеді. Ернұр Маралсай деген жерде құрылыста істеп жүр екен. Ата-ана байқұс бұларға бір табан жамандық боп келгеннен Талғар ауданының ауылына көшіп келеді. 6 қараға үй салып алады. Әуес базарда шекілдеуік сатып, Амандық болса ер жеткен балалармен совхозда жұмыс істейді. Бірде шемішке сатып отырса, қасына ақ жигули кеп тоқтайды. Әуес құдағиының сіңілісінің күйеуін тани кетеді. Солармен бірге үйге келсе, Әбунәсір немересі отырады. Амандық та үйде болатын. Ой, біздің кішкентай қайдан жүр деп немересін көтеріп ап сүйгештейді. Сөйтсе, әңгіме былай болыпты. Бірде Пынар Әбунәсірді көршісінікіне әкеп базарға барып келейін, сіздердікінде отыра тұрсыншы деп тастап кетеді. Көршісі баланы 2 күн қарайды, шешесі келмейді. Пынардың шешесінің сіңілісін таниды екен, ақыры соған апарып береді. Шешесінің сіңілісі 10 күндей қарап келмеген соң атасы мен әжесіне әкелген екен. Ернұр жұмыстан шығып үйге келді. Олар енді Алматы шетіндегі Ұлжан шағын ауданына көшіп келіп үй салады. Дорожник деген жердегі мектепке Әбунәсір 1-ші сыныпқа барады. Директоры орыс екен. Қазақша судай ағады. Директор әуесті кабинетке шақырып, немереңізге әлеуметтік көмек аласыз ба деді. Алмаймын. Ендеше былай етіңіз. Шешесін іздеп табыңыз. Баласын ала ма, алмай ма? Алмаса, қолхат берсін. Төлқұжаттарының көшірмесін берсін. Бір мұғалім қызды әуеске қосып береді де, мына кісіге құжат жасайтын жерді көрсетеді. Панардан қолхат алу үшін әуес оны іздеуге шығады. Ұзынқұлақтан бір ауруханада істейтінін естіген. Аурухананың біразын сүзіп шығады. Бір танысы Панардан облыстық ауруханадан көрдік деген соң сонда барады. Кадрлар бөлімінің бастығына кіріп, келінін іздеп жүргенін айтады. Архивті 3 күн ақтарып, әзер табады. Нұрлан деген жігітке күйеуге шығыпты. Ол да осы ауруханада құрылыста істейді екен. Кадрлар бөлімінің бастығы әлгі жігітті шақырып береді. Жігітке әуес: Панардың күйеуі бар, оған қалай үйлендің деді. Анау ажырастым деген деп қарап тұр. Өзің бұрын үйленбеп пе едің? Үйленгемін, 2 қызбен ажырастық. Әпкеме жездем сай демекші, біріңді бірің тапқан екенсіңдер ғой.
мені үйіңе баста, әйеліңмен сөйлесуім керек дейді. Жігіт әуесті үйіне ертіп барып, өзі кетіп қалады. Панар төсекте баласын емізіп отыр екен. Әуесті көргенде түрі құп-қу боп, тілі байланып қалғандай бір ауыз тілге келе алмады. Әуестің бір аяғы іште, бір аяғы сыртта. Панар, неге үндемейсің? Ернұр қайтыс болған. Әбу Насырды өзің аласың ба? Соны білейін деп келдім. Әйеліне я, не жоқ деместен отыра берді. Егер маған қалдырсаң қолхат бер, паспорттың көшірмесін бер. Мен сенің ошағыңды ойрандайын деп келген жоқ. Тастай қашқан балаңды мектепке беріп, құжаттарын түгендеумен жүрмін. Бірақ ол күні ештеңе бітіре алмады. Төлқұжаттардың көшірмесін сұрап 4 ай сенделеді. Ең соңында кадрлар бөлімінің бастығына келіп, әлгі Нұрлан деген жігітті шақырып беруін өтінеді. Шақырып береді. Ашуға булыққан әуес, мені осынша қаңғыртқандарың үшін мен де аямаймын сендерді. Сені жұмыстан шығартамын, әйеліңді аналық құқығынан айыртамын. Ол баламмен ажыраспай тұрып-ақ сенімен үйленіп алған, туған баласын тастап кеткен дейді. Апатай, осы жұмысқа әзер орналасып едім, қолхатты мен алып беремін деп жалынғандай кейіп танытты. 10 күннен кейін келемін, қолхатты алып дайындап қой деп кетті. Айтылған мерзімінде үйлеріне барады. Панар 180%-ға өзгерген. Апа келіңіз, жоғары шығыңыз деп бәйек болады. Қызылдап шай құйды. Ішкісі келмеген, бірақ асты қорлау күпілдік. Әбу Насырды ерте барған, бірақ бетінен сүйгенде жоқ. Әбу Насыр ме? Деді де қойды. Қазір сол Пынардың бір ұл бір қызы бар екен. Қызы биыл 19-ға келіпті. Параличпен ауырады екен. Еш кінәсі жоқ қаршадай сәбидің көз жасына қарамай тастап кеткен ташүрек шешенің зардабы баласына тиген шығар деп ойлаймын, деді әуес. Кезінде Ернұр ұлыма қайта үйленсеңші, қашанға жүре бересің дегенімде, үйленбеймін, өзінен тумаған балаға бөтен әйел қараушы ма еді, балама ешкімге шапалақ салдырмаймын деген еді. Өзі 1 жылдан кейін дүние салды. Сөйткен Әбу Насыры әжесінің жетелеуімен мектепті жақсы бітірді. Университетке түсіп, оны да ойдағыдай тамамдады. Былтыр отбасын құрды. Қазір әжесінің қамқоршысы. Өкінішке орай, Әбу Насырдың қызығын атасы амандық көре алмады.